Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге салат по-тайскийдің ең оңай жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен ет қажет. Етімді алдын ала пісіріп қойғанмын. Сіздер қуырсаңыздар да болады. Содан соң болгар бұрышын турап, етіміздің үстіне саламыз. Барлық көкөнісімізді біртіндеп турай отыра салатымызды жинайтын боламыз. Қиярды да жақсылап төртке бөле отыра әдемілеп тураңыздар. Қызанағымызды да турап аламыз. Барлық заттың құрамын описанияда қалдыратын боламын. Осылай салатымыз тез, оңай жасалынады. Пияз қостым, бір чеснок, содан соң паприка мен қытай тұзын салдым, анчоуи мен кетчуп бір қасықтар, азғантай сұйық май және соя тұздығын барлығын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осы дайын болған салатты әдемілеп ыдысымызға салып, сәндік үшін күнжіт себеміз. Сіздермен бірге болған салтанат. Менің видеом ұнаса, лайк, коммент қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет.